Қазақтың интеллектуал жазушысы, күйші Таласбек Әсемқұлов тірі болса, 1 тамыз күні 63 жасқа келер еді. Әңгіме. Институтты аяқтап қалған кезім. Жазғы каникул. Елдемін. Өзімді түргеніп сезіне бастағалы астам бозбалалық шақ. Ол қалуғаның ормандарын араласа, мен туған даламды аралаймын. Орман аздау, бірақ даланың өз сұлулығы бар. Осы Қарағаш Сөпқозындағы нағашымның үйіне келгеніме 2-7-дей болып қалған. Өзім әңгімелеп бермек оқиғада дәл күнін айту қиын. Әйтеуір осы шамада болған. Сөмкаға қаламсап пен блокнотымды жүрек жалғайтын азық-түлік тамағымды салып алып, таң бозынан жолға шықтым. Қарағаш өзенінің жағасындағы қыратқа шығып, шығысқа қарағанымда алдымнан өрттей жанып көтеріліп келе жатқан күннің белгісіндей болып, бүкіл түстікті алып толқыған, көз қарлықтырған сап-сары дария көрінді. Шығыс өңірдің суық түні терең. Салқын сайлардағы көлеңкеге қалың шөпті мейлінше шылаған шыққа тығылды. Бір сәттік қана көрініс. Одан кейін дария қақ жарылып, сол өрт дарияның өрт көбігін шашып, аспанға күн шыққанда даланың өзі сол саржалқын дарияға айналды. Қайда қарасаңыз да сап-сары нұр толқып ұйып тұр. Тіпті көк аспанның өзі көк түсінен айырылып, ортасында лаулап жанып жүзген жауһары бар сап-сары күмбезге айналғандай. Бүгін күндегіден алысырақ бармақпын. Осы арадан 15 шақырым жердегі Тораңғылы тауына барып басына шықпақпын. Онымен өзеннің жағасына апарар жалғыз аяқ құлама жолға кездестім. Алдыңғы тұяғы шым дөңнің үстінде. Басы орасан үлкен және адамды селт еткізерліктей, ерекше жиіркендірерліктей етті екен. Кекіл мен құйрық жал атаулыдан түк жоқ. Қабырғалары ырсиған, сүйекке кептеп тартылған жұқа терінің әр жері ойдым-ойдым ағарады. Жақындап барғанда көрдім. Тері жүні түсіп, көн етіктің қоншындай жылтырапты. Мал екеш малда адам сияқты буырыл тартады екен. Арса кәрі тұғыр ұйықтап тұрған сияқты. Анда-санда ғана қылдан ада тұяқтай құйрық шодырайған ірі қабырғаны дүңк еткізіп соғып өтеді. Кенет тастан қашалғандай құж-құж ауыр қабақ ашылды да, астынан кілегейленген ағы сарғайған нашар көз көрінді. Сол сәт енді тұрмастай болып қиратылған сұлба ылықсып қалып алға жылжыған. Мен шошып ыршып кеттім. Шынымды айтсам, Серуантес романының беттерінен түскендей, мына жылқы тұрпатты мақұлықтан қорқайын дедім. Бірақ жақынырақ барып, аттың қызық жүрісін бақылауға көштім.
Алдымен артқы оң аяғын алжыға жылжытып қояды екен. Содан кейін артқы сол аяғын оң аяқтан бір тұяқ оздырып қояды. Одан кейін барып алдында терең ор тұрғандай бар пәрменімен қосаяқтап алға секіреді. Тұсаулы яки шідерлеулі шығар деп тақау барып қарадым. Жоқ, тұсалмаған. Кісен жеген бе, аяғына балақ та жоқ. Күні бойы Тораңғыл тауының басында да ауылға қайтып келгеннен кейін де сұмдық көрініс көз алдымда тұрды да қойды. Кешкі ас үстінде Иманғазы атама болған жайды айттым. Сенің ол көргенің Тораңғыл қасқа ғой, деді атам. Ол аттың тағдыры бір адамның тағдырындай. Бағана Тораңғылға бардым, дедің ғой. Орта жолда қалың шилеуіттің ішінде бір бұзылған мазар тұр. Көрген шығарсың. Ол Шерубай деген атақты бай. Алталашты аузына қаратқан қаселікті адамның зираты. Марқұм Түркістанға барып, бедел қажы атанып, артынан Меке Мединаға және барып қайтқан. Елге шарапаты көп тиген. Баласы Бертіс әкеңнің әулетінен шашау шығармай, Сеует өкіметіне өткізді. Ал енді бұл Тораңғыл қасқа қайдан келген дейсің ғой? Ертеректе Шерубайдың бір жылқышысы қоныс аударып келе жатқан кезінде жылқыға таудан түсіп, жылқының дыйуы араласқанын көріпті. Біреулер оны тарпаң дейді, біреулер құлан дереді. Үйірлерін қорып, қарсы ұмтылған екі шайғырды әп-сәтте шайнап тастайды. Шамасы бір қостай қалың жылқыны қайырып жөнеледі. Жылқышы айғайлап қайырмақ болған екен, жаңағы дыйу тісін ақситып өзіне тап беріпті. Сонымен сескенген, намыстанған жылқышы дереу байдың ауылына келіп болған жайды айтады. Шерубай ақсақал ашуланғанның орнына қуанып жылқышыға шапан сыйлапты. Неге дейсің ғой? Бұндай құт байдың байына ғана келеді екен. Және 100 жылда бір-ақ рет келеді екен. Сөйтіп, қаны жаңарған жылқы ерекше асылданады. Жылқышылар неше күн байқастап аңдып тұрыпты. Ақырында жаңағы дыйу жылқыны тастап кете берген ғой. Келесі жылы 10 бие тышқан түсте сұр шоқтығынан құйысқанға дейін созылған көк жолағы бар құлындар туады. Маңайдағы малды дәулетті адамдар айлап жатып, қанша ақшаға сатып ала алмаған ғой. Сол бұдан құлындады. Шерубай ешкімді жолатпайды. Қызға бермеймін, депті жарықтық. Ал мына Тораңғыл қасқа сол Шерубайдың малы. Ортаға түскен малмен мидай араласып кеткен кезде 10-шы яки 15-ші келеде туған құлын. 44-ші жылы мына аяқтың басын беріп елге қайтып келгенде қақаған қыстың
ортасында туған бұл сабаз. Ол кезде ана Тораңғыл тауының етегінде Жаңаталап деген көлқоз болған. Кешке бусанып ықылданған күрең бие таң ата туыпты. Соғыстан қайтқан адам о дүниеге барып келгендей көрінетін кез. Он шақты ошақтың кәрі жасы жиналып, таң атқанша әңгіме айтқызып, ауыздарын ашып, көздерін жұмған. Ертемен қораға кірсек, айдай болып бір қасқа құлын жатыр. Содан жұрт шуласып, құлынға ат қоя алмай әуре болысты. Біреу жеңіс қояйық дейді. Біреу аман деп қояйық дейді. Тіпті бір бала соғыс қояйық деді. Ақырында бір шал, балалар, осы жерде Тораңғыл деген әйгілі батыр жасаған. Мына тауда соның моласының орны бар. Осы құлынды сол батырдың атымен Тораңғыл қасқа қояйық деді. Осыған тоқтастық. Кісіден затты, ақылды еді-ау. 4 жасында, яғни жылқы мүшел жасында, бір қыста үйірге шапқан 2 қасқырды аңшы адам алмастан 2 арланды бұл алған. Жылқышылар айтады, тамақтаймын деп алдына келген арланды алдыңғы аяқпен тарпығанда маңдайдан тесіп, көзін ағызып жіберіпті. Ал құйрықтан алып, омақастыра жықпақ болған екінші арланды соққыны тіпті қызық дейді. Алдыңғы 2 аяқтың арасынан артқа қарай сығалап қасқырдың қай шамада тұрғанын көріп алыпты да, артқы аяқты көздей жұмсап, тұмсықтан тепкен ғой. Атасы дию емес пе? Тіпті бір жылқышы Тораңғыл қасқаның қасқырмен чайқасын көрдім дейді. Болса болар. Тісі күректей еді. Күндердің күнінде Тораңғыл қасқаның даңқы аудандық уәкіл Тарақбайдың құлағына жетеді. Жаңаталапқа келіп, үйірдің шетінде арқырап жүрген Тораңғыл қасқаны көрген Тарақбай, мен мінемін деп жанып түседі. Онда Тораңғыл қасқа 7 жасқа келген кезі. Құнан да, дөнен де бас білігі, жүген білігі ету ешкімнің ойына келмепті. Яғни Тораңғыл қасқа ешқашан мініскер жылқы болмайды деген сөз. Бірақ Тарақбай ешкімді тыңдамайды. Жалы тізесіне түскен, бұта шайнар азулы, дүлей айғырдан көз алмай тұрып алады. Ол кезде уәкілдің айтқаны заң. Амалы таусылған жылқышылар өздерінің құрдастарындай болып кеткен Тораңғыл қасқаға құрық салады. Мен ол кезде шөп шауып аулағырақта жүрген едім. Жылқыда нендей көп болғанын көрген жоқпын. Кешке келгенімде жырдай әңгіменің үстінен шықтым. Шәкір есімді жас жылқышы желігіп алдымен бұғалық тастаған екен. Ат-матымен сүйрепті. Келесі кезекте Молдабек деген кәрі жылқышы құрық салады. Сүйрелей жөнелген екен, әккі жылқышы құрықты қолдан шығармай, атын жортақтатып, қыл чылбырды саумалай бастайды.
Осы кезде Тораңғыл қасқа күтпеген оқыс қимыл жасайды. Жалт бұрылып келіп, Молдабектің астындағы ат таяз шапқан екен. Молдабекке мінгескен айғыр арандай азуын белге салады. Жылқышының беліндегі сырма белбеуі жыртылады. Алақандай тері қоса жұлынады. Астапыралла дескен жұрт Тораңғыл қасқаны маңайлай алмай қалады. Тарақбай айғайлап ұстаңдар деген екен. Тағы бір екі жігіт сайланып шығыпты да, көзіне қан толып, бөрідей ырылдап тұрған айғырға бата алмай, аттарын қаңтарысыпты. Тарақбай өңшөң қорқақтар деп боқтап кетіп қалады. 2 күннен кейін қайтып келеді. Жанына қасқа шадыр ат мінген, аяғы жерге сүйретілген, түйедей зор, қазанның түп көзіндей қап-қара біреу бар. Көрші қолқоздың Ақтанау есімді атақты жылқышысы екен. Адамның сырттаны мен жылқының дыюы соғысады деген хабар тарасымен жан-жақтан шаруа соңында жүрген жұрт тегіс жиналды. Адамның сырттаны ауылдан жандағы қой қораға бір үйір жылқыны, ішінде торғауыл қасқа бар, қаумалатып айдап кіргізді. Қораның іргесіне терең қазып 4 мықты қада орнатты. Мұндай көрмеген жұрт демін тартып сілтідей тынған. Апырмай, адамнан айла артылама дескен. Ар жағы оп-оңай болып шықты. Бір-бір қадаға бір-бір ұзын мықты қыларқан байлады. Арқандардың үшін бұғалықтап алған. Ақтанау қораның төбесіне шығып, қамысты ашып, жауының қай жерде тұрғанын көріп алды. Одан кейін сол тұсқа барды да қамысты қопарып лақтырып жіберді. Қолына біреу ұстата қойып, құрыққа бұғалықтың бірін іліп алып, тар қора көп жылқының ішінде тырп ете алмай тұрған Тораңғыл қасқаның мойнына тастай салған. Осы тәсілмен қалған бұғалық та келді. Қора ашылып, жылқы сыртқа шықты. 4 бұғалыққа байланған Тораңғыл қасқа тулап іште қалды.